Мұқағали Мақатаев бүгінде қазаққа мәшһүр болған есім. Оның аты жүрегіңде шексіз даланың, адам аспайтын ұлы хан тәңірі мен Алатау тауын. Ұшар басында жазғы күннің салқын лебі жасырынып жататын жуан ағаштар мен табиғаттың шексіздігін, қазақ жерінің сұлулығын суреттейді. Иә, Мұқағали ғажайып, сыршыл, гуманист ақын. Ол бізге көрінбейтін сиқыр бояулардан, бізге естілмейтін құпия дыбыстардан қуат алатын жұмбақ ақын. Ақын өлеңдерін оқыған сайын ақиқат, бейнелі рух, сезім мен сананың бірлігі көңілге ұялайды. Мұқағали поэзиясы таңғы шықтай мөлдір, сырлы, мұңлы поэзия. Ендеше Ақиық ақынның 90 жылдық мерейтойына арналған оқымпы ұжымының тартуын қабыл алыңыздар. Мұқағали Мақатаев, ырзамын саған тағдырым. Тағда көрдім, тағда көрем таң нұрын, аязын қыстың, аяулы жаздың жаңбырын, алтынға мейлі толмай-ақ қойсын сандығым, ырзамын саған тағдырым. Өшпестей етіп өмірдің жазған бұл заңын, түсінбей кейде тосырқап мен жүр жаным, кеудемде мына өзің сыйлаған бір жалын, лапылдап жатыр тағдырым саған ырзамын. Пай, 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 киелі неткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер, салсып сал-сері өткен жер. Бас иіп, иіскеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер. Мың өлке, мың аймақ бұл маңда, құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құмдарға, тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осындай отанда тұрғанға. Мұқағали Мақатаев не деген керемет күн, не деген керемет күн, жаныңда бәрі даяр не керектің, көрінеді гүлдердің бір жарғаны, естіледі ұшқаны көбелектің. Не деген керемет күн, естіледі балара гүл сорғаны, бармақтай балапан құс ән салғаны, бәрінде кеудесіне қондырып ап, дала бір рахатта дел сал жаны. Ару жер өз дидарын қарап жатыр, мөп-мөлдір тұнық көктің жанарынан, не деген керемет күн, кейпіне елтесін төңіректің. Не сыйлайды, не береді келер күн, не де болса тірі тұрсам көрермін, желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрса екен елім даман, мен даман, таулар менің таусылмайтын бақытым, ал ырысым ұланғайыр кең далам. Не істемекпін, алтын, гауһар, жақұтты, оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірәда, туған елім болса екен бақытты. Дәнеңе де сыйламасын келер күн, сый көрмей-ақ суалармын, сөнермін, туған елім тұғырында тұрса екен, әрі қарай көрермін. Бөрікті аспанғатып аттан салып, жігіттер мақтан балық, қашаннан қазақ деген сыр мінезді, мақтаусызда, мақтансызда жатқан халық. Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, сабырын саралтыннан тәуір көрген, қазаққа мақтансын деп жер бермеген, жерінің кеңдігіндей сабыр берген. Иықтасып тұрсын деп ерлерменен, қазаққа моушылықты кем бермеген. Алайда ата қазақ мақтануды әлмісақтан бері қарай жөн көрмеген. Дәулеті шалқып ырысы асқанында, қақсы бар қазақтың мақтануға. Дарақ боп қазағым кетпесін деп сабыры тұр күзетіп арт жағында. Әргелі қазақ болдық сақтар қалып, құс міндік темір қанат аттар қалып. Әйтсе де мақтан балық. Хабар жоқ, саған кеткен елшілерден. Ей, тағдыр сөйлесейік, келші бермен.
Қаншама соқпақтарға бастасаң да, сенімен сөйлесуді ерсі көрмен. Білесің бе, мен саған бағынбаймын. Барма тағы беретін зарың, қайғың, көлденеңдеп жолымда тауып тұрсаң, мен мұнартқан басыңда сағымдаймын. Сондықтан да жібер деп жалынбаймын. Неге жаның ашымай тірі адамға, неге сала бересің бұралаңға? Өз тағдырым, өзіме ана емеспең, жұбатпайсың неге сен жылағанда? Жақсылықтың қимайсың қалдығында, қарғысың ба, қалдырған жарлығың ба? Мен дегенде жыландай жиырылып, керісінше істейсің барлығында. Сезбейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші, сарсан болған пендені. Түсінсеңші, ақыл ойым кембеді. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз? Кетем бе деп қапаланам өмірсіз. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, болайын сол аман ба? О, Тәңірім, неткен жан едім. Жүрегің еттен бе әлде қоладан ба? Шын ғашықпын, несіне оны жасыра алам? Алтын ғой әрбір тал шашы оның маған. Көрер едің, шаламын ба, отпын ба? Білер едің, ақынмын ба, жоқпын ба? Кектендірген хан Жәңгірде жоқпын да, кектенетін Махамбетте жоқпын ба? Түсінерің, езбін бәлді, ермін бе? Байқар едің, артықпын ба, кеммін бе? Мен Спартак бола алмадым, не шара? Сенің өзің Цезар болып көрдің бе? Сырым досы, жырым досы алдыңа, байқашы бір бықсыдым ба, жандым ба? Махаңдар жоқ, махаңдардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бар мұнда. Армысыздар, оқу ордамыздың зиялы ұстаздары, қонақтары және де студент жастар. Бүгінгі кешіміз хан Тәңірінің мұзбалағы, ақиық ақын, тау тұлғалы талант, дарынды дарабоз, ғасыр ақын атанған миллион сырлы сезімнің шындықтан туған шынайы поэзияның иесі Мұқағали Мақатаевқа арналады. Ақынның туған күні 9 ақпан. Бұл күн қай жерде болмасын, жыл сайын ақпан айында тойлана береді. Ақынның шығармашылығына арналған «Есіңе мені алғайсың» атты әдеби сазды салтанатты жиынға қош келдіңіздер. Барлығы да поэзия, сен үшін деп, әдебиет патшалығының ғажайып ханзадасы, хан бірегей сардары ретінде салтанат құрған Мұқағалидың құдіретті өлеңдері халқының жүрегінде. Айтыс үйірмесінің жетекшісі Біржан Байтуов ақиық ақынға арналған құрметін жыр жолдарымен танытады. Қазақы қара өлеңнің құлагері Мұқағали Мақатаевқа. Қазаққа қара өлеңді мән ұқтырған, оймақтай ойын алтын сандық қылған Мұқағали, ол біздің Мұқағали, поэзия елінде хандық құрған. Өзгелерге ұқсамас ісің мүлдем, өзің арнап жыр құсын ұшырдым мен. Ақын едің қазақы қасиетті, халыққа қара өлеңмен түсіндірген. Қара сазың, шалғынды хан Тәңірің, саған ғана сыр айтып арқар мұңын, кең далаңды жырыңмен әрлейлесең, кең пейілің, ол сенің дархандығың. Қанат берді жастарға өлең жырың, биік шыңға көтердің өнер құнын. Кең толғасаң, ол сенің кемелдігің, тұңғиықтан нәр алған тереңдігің. Жамағатын жырыңа ұйып бүгін, көтеруде төбеге сүйікті ұлын. Қаратаудай, ол сенің қадіріңмен, алатаудай өзгеден биіктігің. Ұлтының ұрпақ үлгі, қыран ері, жұртының жүректегі жыр әлемі. Қадірін алашыңа арта түссін, қазақы қара өлеңнің құлагері. Мұқағали лирик ақын. Лирикада адам болмысының ішкі жан дүниесіндегі палыстар мен сезім қақтығыстары, жүрек дерті мен көңіл иірімдерінің бейнесі көрініс табады.
Ортаға оқу ордамыздың студент жастарының орындауында махаббат диалогын қабыл алыңыздар. Бардым дағы отырдым қарсы қарап. Ол да отыр, түрі жоқ қалсырамақ. Сұқтанған жат көздерден жасқандым да, тайып тұрдым, қашанға аштамақ. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, сол аман ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлде қоладан ба? Тіл қатып, тіс жармадым, үндемедім. Білмеймін, білгенімде білмегенім. Мен деген саудан өткен саудагермін. Керегім бола қойсын кімге менің. Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. О шіркін, қайран күндер, сайран күндер, қанатын бақытқысы жайған күндер. Жалық бір ұлы, оқыс бір қарағанда, жүзіңнен жүрексің тайған күндер. Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткеніңде. Шар құрып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе? Сол күндер ғой жүректің аңсағаны, соған шөлдеп айызым тамсанады. Өкініш пе, білмеймін, қуаныш па, өз-өзінен жүрегім ән салады. Сарғайған сағынышта басып болып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірә мен бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып. Құс болып ұшып жоғалсам, нетер едім? Сені іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем нетер едім? Күл боп бірге соңыңнан кетер едім. Бұлдырасам, сағымдай нетер едім? Жел боп қуып, ақыры жетер едім. Қайға келсем басыңа, нетер едім? Қойшы сәулемі, бәрін де көтеремін. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Бастақ Есқараевтың әні «Өзгеріс». Орындайтын халықаралық конкурстардың лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мақсат Айтжанов. Айлар үш қаларсын
бетімен табиғи өзгеріс екен, ұшырамай алама сұмдықтарға. Болашаққа дүниеге таласуда өзгеріп бәрін уақыт тиме бірақ санасы бар адамзат баласына өзгеріп бәрін уақыт тиме бірақ санасы бар адамзат баласына жүрегімен тартайық шындықтарға, өзгереді мұхиттар құлықтарға. Өз бетімен табиғи өзгеріс екен, ұшырамай алама сұмдықтарға. Жүрегімен тартайық шындықтарға, өзгереді мұхиттар құлықтарға. Өз бетімен табиғи өзгеріс екен, ұшырамай алама сұмдықтарға. Сахна төріне мәдениет бөлімінің әдіскері, саксофоншы Нұржан Баймахановты шақырамыз. Мұқағали Мақатаевтың «Айтатын саған сырым бол» композициясы. Thank you.
Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы. Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін, бүтін делмей кеткен бір ер тұрманым. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне Қынаттың әніне жазылған «Көнеміз ғой» әні. Орындайтын өнер және білім факультетінің 1-ші курс студенті Жандос Пернебаев. Қабыл алыңыздар. Сая болып жаныңа емен терек, жетер енді шатқаның көлеңкелеп, өгейсінбей өзі боқ қалу үшін, өнер керек ұрпаққа, өлең керек. Сахнаға Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Елена Әбдіхалықованың «Есіңе мені алғайсың» әні. Орындайтын Аружан Манжан және де сүйемелдейтін домбыра үйірмесінің жетекшісі Роза Сраилова.
мәңгілік өмір. Ақын мұрасы, маржан поэзиясы мәңгілік болашақ ұрпақтың еншісі, қастерлеп қадірлейтін мұрасы. Ақын көкірегінен буырқана ағылған жыр жанарқаулары өлең құмар хауыққа таусылмайтын сый, мол қазына болып қала бермек. Ақынның сөзі өлмесе, өзі де өлмегені. Шын жыр үшін туылған шалқар едің, шындық үшін туылған арқал едің. Шындығыңды ұмытар кейбіреулер, шын жырыңды ұмытпас дарқан елің. Деген жыр жолдарымен кешімізді аяқтаймыз. Көңіл қойып тамашалағандарыңызға көп рахмет.